Сәлем достар, сіздермен бірге қайта қауышқан мен Миса Жанкизет және бүгінгі видеомыз пранк болады. Бүгінгі видеомыз пранк песня немесе әуенмен пранк деп аталады. Яғни бүгінгі видеода мен бір өлеңнің текстімен өзімнің бір досымды солай алдайтын боламын. Мен Әйгерім Қалаубаеваның өзінше болма деген әнді таңдап алдым. Және бүгінгі видеода мен өзімнің сіңілім Индираны алдайтын боламын. Қызықты болатын сияқты. Ендеше бастаймыз. Текстін арнайлап жазып алдым. Ендеше кеттік. Мен қазір оған привет, қалайсың деп жазып жіберемін. Ол жауап берді. Привет деп жазып жіберді. Енді не істеп жатсың деп сұрайын. Көшеде жүрмін дейді. Йоқ, пранк күшті болайын деп тұр. Сен ше дейді. Мен үйдеден. Үйде отқан. Енді қазір өлеңіміз бірінші жолын бастаймын, ол мынау. Көз алмай қарап отырсам көзіңе. Көз алмай қарап. Жіберді ма? Оқыды. Аудио жіберді. Аудио жіберді, соны тыңдап көрейік. Көзіне емес, телефонға емес па? Жоқ, көзге дейді. Так, келесі жол жазамыз. Келесі жол мынадай. Жігітім қалай көп алдың өзің. Бірақ бұл жерде жігітім без Индира деп жазамын. Патон дейді. Бердім. Енді не дейді екен? Оқыды. Біліп қоймасайық деп бәріміз тілейік. Индира біліп қоймасын деп. Пранк екен. Себебі ол YouTube қарайды. Менің каналым тоже. Сондықтан білмейді деген ойдамыз. Қумаш дейді. Қумайым деп жазып жібердім. Енді келесі жолда жазамыз. Әдемі сөйлей алады екенсің. Құмаш дегенге әдемі сөйлей алады екенсің. Просто гениально. Рахмет. Жақсы, келесі жолда жазамыз. Жібердім. Жауап бере алмай қап жүрме сөзіңе. Сен точно айжансың ба дейді. Айтыр ғой, уже подозрение. Не жазуға болады. Менің ойымша біз қазір точно мен Айжан ғой, басқа кім болады деп жазамын. Дәлелде дейді. Давайте онда мен аудио голосовой жіберейін. Мен ғой Айжан. Нені дәлелдеу керек? Осы жетпеймайын сені сөйлесіп отқан. Вот, мен Айжанмын. Дейді. Жақсы. Келесі жол жазамыз ол. Өзінше болма, өзінше. Индира, чо? Не держашь? Так, келесі жол жазамыз. Сұлу қыздардың көзінше. Вообще тупить етіп жатыр, мен шын айтайын. Маған жынын келе ма не? Индира, осы видеоны көріп отырсаң кешірім сұраймын. Это бұл жай ғана пранк. Индира маған ашуланған смайликтер жіберді. Келесі жол бағалар едім кешегі бабамның. Не деп кетті дейді. Дәл түсінбей отырсың ба, пранк екен сонда. Причем тут баба дейді. Бабалар едім. Так, келесі жол бойынан сенің рухы сезілсе. Жазым. Бірден жазып отыр олмады бір ұзақ қылып печатайды деп. Индира аудио записпен ответ жіберді. Да көрейік. Сен мені сумасшедший деп едің. Я айтып жатсың, вообще паника болып жатыр. Сен деп жатыр ма, нағыз шынымен да? Жалғастырамыз, кеттік. Келесі жолдар. Келесі жұмақ. Байлық пен мансап дүние мүлкіңде. Ол қайтадан смайликтер жіберді. Келесі жол жазамыз. Бар болсын мейлі жігіттер кім-кімде. Гифка жіберді. Ответ берді. Ей, мен білем. Бұл пранк қой. Қандай? Бұға видео сүріп атсың ғой, Ладно, енді біз жеңілдік біліп қойды. Дұрыс айтасың. Мен видео түсіріп жатырмын. Сәлем жолда мені тіркелушілеріме. Менің аккаунтыма подписаться етсін дейді. Жоқ деймін. Жоқ, подписаться етпейді себебі сен пранк екен біліп қойдың. Емес, ренжіп қалдым. Пока.
менің пранкым аяқталды, ол сәтсіз шықты. Бірақ күлкілі болдым. Мен өзіме әйтеуір күлкілі болды. Білмеймін, сіздерге күлкілі болса, лайк басып кетіңіздер менің каналыма. Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, мен сіздерді ол жерде де құшақ жая күтетін боламын. Сіздермен бірге болған мен Мисай Жанкизет. Сау болыңыздар!